Түйе неге күлге аунағанды жақсы көреді? Моңғол халық ертегісі. Ежелде аңдар мен жан-жануарлар жылдың басы кім болатынын шешер кезде, түйе мен тышқан арасында жылдың атауы кімге тиесілі деген дау көтеріліпті. Түйе «Жыл менікі» деп, тышқан «Жыл басы менмін» деп талап етіпті. Сонымен бәрі кеңесіп, осы екеуінің қайсысы ең бірінші күннің шығуын көрсе, соның атында жыл атауы болсын деп шешім қабылдапты. Сол түні түйе кірпік қақпай шығыстағы көкжиекке телміріп, күннің шығуын күтумен болады. Ал тышқан болса, түйенің өркешіне шығып алып, батыстағы таулардың шыңына қараумен болады. Күн әлі шығып үлгермеген кезде, батыстағы таулардың биік шыңдары күн шұғыласынан алқызыл болып жайнап кетеді екен. Осы сәтте «Мен бірінші көрдім, мен» деп тышқан бар даусымен шиқылдай бастайды. Мұны естіген түйенің ашуланғаны соншалық, аяғының астындағы күлге жата кетіп аунай бастайды. Жылдың басы тышқан атымен аталады, ал түйенің аты тіпті ай атауына да енбей қалыпты. Сол кезден бері бір түйе күлмен көң көрсе, көңіл аудармай өте алмайды екен. Соларды көре қалса болды, шөге қалып аунай бастайды екен. Бір күн ұрыстың 40 күндік қырсығы бар деген екен.